Сәлем достар, бұл Мәкедев арнасы. Қысқаша шортс видеосында жасанды интеллект тақырыбын айтуды жалғастырамыз. Бүгінгі қызықты тақырыбымыз компьютер vision, яғни компьютерлік көру. Қысқаша айтқанда, компьютерлік көру дегеніміз камера арқылы көргенді талдап, дұрыс шешім шығару. Адамның көзі затты бір қарағанда анықтайды, ал компьютер үшін ол камерадан көрген бейне миллиондаған нүктеден тұратын бір сурет. Сол суретті танып, талдап, дұрыс шешім шығару компьютерлік көрудің міндеті. Компьютерлік көру, мысалға айтқанда, біздің телефонымыздағы бет тану жүйесі. Камераға қарайсыз, компьютер сіздің экраныңыздағы бетті таниды, одан кейін экран құлпын ашады. Немесе автопилоттағы көлік, ол бағдаршамды көреді, алдындағы жаяу жүргіншілерді көреді, жол белгілерін көреді, солай арқылы дұрыс шешім шығарады. Компьютерлік көру медицинада да көптеп қолданылады, ол дәрігерге көмектеседі, МРТ, рентген суреттерін талдайды және дұрыс шешім шығарады. Былайша айтқанда, компьютерлік көру компьютерге көз беретін ғылым. Алдағы уақыттарда бұл компьютер vision жақсы дамиды және біздің өмірімізді жеңілдететін болады. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл компьютер vision'ды тағы басқа қай салаларда қолдануға болады? Пікірге жаза кетіңіз. Келесі сабақта кездескенше.